Али Имран сүресі 34-41 аяттар. Олардан көптеген ұрпақтар тарап өрбіді. Алла бәрін естуші, әрі білуші. Жаратқан ем, құрсағымдағы нәрестені тек сенің жолыңда ықыласпен құлшылық етсін деп, өзіңе жалбарынып серт беріп отырмын. Тілегімді қабыл ет, ақиқатын айтсақ, сен естушісің, әрі білушісің, деп Имранның әйелі Құдайға жалбарынған еді. Босанған кезде ол, жаратушы ем, менің босанғаным қыз ғой, деп қайғырды. Алла оның кімді туғанын жақсы біледі. Қызға қарағанда ер баланың жөні бөлек қой. Мен мұның есімін Мариям деп қойдым. Өзін және оның ұрпағын Алланың мейірімінен алсатылған шайтанның зияндығынан сақтай көр деп бір өзіңе тапсырдым. Жаратушы оның тілегін қабыл алып, қызды тәрбиелі етіп өсірді де, одан арғысын Закарияға тапсырды. Қыздың құлшылық жасайтын бөлмесіне кірген сайын Закария дастарханда тұрған тағамдарды көреді. Сонда ол, «Ей, Мариям, мыналар қайдан келген?» деп сұрады. «Бұл Алланың сыйы», деп жауап берді қыз. Ақиқатын айтар болсақ, Алла қалаған пендесіне ризықты есепсіз береді. Сол жерде Закария Раббысына, «Жаратушы ем, өзің шарапат етіп маған жақсы ұрпақ бере көрші, шындығында сен дұға тілекті естушісің», деп жалбарынды. Өз бөлмесінде табанынан тік тұрып намаз оқыған Закарияға періштелер былай деп дауыстайды: «Алладан келген сөздердің ақиқатын растайтын, сабырлы да тақуа, салиқалы құлдардың бірі болатын пайғамбар Жақияны беріп, Құдай сені қуантады. Уа Раббым, менде қайдан бала болсын, өзіме кәрілік жетті, әйелім болса бедеу», деп жауап берді Закария. «Алла өз қалағанын жасайды», деп жауап берді періште. «О, жаратқан ем, соның белгісін білдіре көр», деп жалбарынды Закария. 3 күн бойы адамдармен сөйлеспей, айтар ойыңды тек ишарамен ғана білдіру сенің белгің болсын. Раббыңды көп зікір ет, таңертең және кешке оған дәріптеу айт, деген жауап алды.